Достар, саламатсыздар ма? Қалдарыңыз қалай, жақсыздар ма? Достар, біз бүгін сіздермен изопроцесстерге байланысты есепте шығаратын боламыз. Біз бүгін, достар, ұбт-ға дайындаудың ең такой best материал, ең жақсы материал Educom кітаптарының есептерін шығаратын боламыз. Мынау бізде 2019 жылғы ма, сонда бір ескі баспасы интернетте таралған версиясын алдым. Сол ең үздік кітап, достар, Educom кітаптары. Вообще рекламасын жасап емес, шынайы өзім пікірімді айтып кетейін, достар, окей. Егер ұбт-ға дайындалатын болсаңыздар, именно физикадан, басқа сабақтардан сондай шығар, Educom кітаптары, такой best of the best кітаптар, окей. Біз сол кітаптардың есептерін шығаратын боламыз. Біз бүгін сіздердің изопроцесстерге байланысты бастайық алай болса. Суретте графиктен изохораны көрсетіңіз. Изохора бізде Шарль заңы, көлем тұрақты болатын график, ол бізде көлемге перпендикуляр болып тұрған бірінші графигі, бірді белгілейміз. Екінші, суреттегі графиктен изотерманы көрсетіңіз. Изотерма бізге температураға перпендикуляр болып тұрған, ол бізде тоже бірінші график болып тұр. Жалғастырамыз. 273 градус Цельсия температурадағы газ көлемі 2 метр куб көлемді алып тұрады. 246 градус Цельсия температурада және сол қысымда газ көлемі дейді. Сол қысымда деп, достар, бізге неге меңзеп тұр? Яғни P-const Гей-Люсак заңы меңзеп тұр. Гей-Люсак заңы бізде V1 T1 тең V2 T2. Орнына қойсақ, V1 дегенменде 3 болған, 273, достар, 273-ті Кельвинге айналдыру керек. 270 қосқан кезде 546 болып тұр. Сол кезде 546-ны айналдырамын Кельвинге, сол кезде 819 болып тұр. Және сол қысымдағы газ көлемі дейді. Осы V2-ні табу керек. Осы жерден V2-ні тапсам, 819 үшке көбейтемінде 546-ға бөлем. Сол кезде қанша екен көлеміміз? 4,5 метр куб көлемі шығады екен, окей? Жалғастырамыз. Газ 12 литр көлемді алып тұрды. Оны тұрақты қысымда 45 кельвинге салқындатқанда көлемі 10 литр болды. Газдың бастапқы температурасы. Окей. Оны тұрақты қысымда дейді. Тағы тұрақты қысымда достар, бізде ол изобара деген сөз, яғни Гей-Люсак заңы бізде ол V1 бөлінген T1 тең V2 бөлінген T2. V1 дегенменде 12 литр болған екен, сол кезде қандай бір температура болған, екінші оның көлемі 10 болған, оның температурасы 45 кельвинге салқындаған деген сөз, достар. T-45 деген сөз, окей? Бастапқысынан 45-ке түсіп қалған деген сөз ғой. Осы жерден пропорциямен екі жақты ашсам 10T тең болады 12T минус 12 көптен 45 болады. 12-ні не қойсам минус 2T тең 12 көптен 45 болады. Минуспен 2 минус плюс болып кетіп, осы жерден T-ні тапсам 45 көбейтіп алды тең 270 екен, достар. 270 кельвинмен шығады, достар, бізде 270 кельвин екен, оның бастапқы температурасы. Хорошо, жалғастырамыз. Суреттегі графиктен изобараны табыңыз. Изобара бізде ол көлем тұрақты. Енді бұл жерде графиктерге қарасақ, изобара көрінбейді, P көрінбейді бұл жерден, координаталарынан. Демек, біздің изобара қандай еді? 0-де былай до конца сызған кезде 0-де басып өтетін сызық, ол бізде тек қана 2 болып тұр. Қараңдар, 0 басып өтпейді. Демек, 2 ол бізде изобара деген сөз. Төмендегі графиктің изобаралық процеске сәйкес келетін бөлігі дейді. Изобара, достар, бізде 0 басып өтеді, Т мен В болса, ол изобаралар бізде 0 басып өту керек. Ол бізде кімдер болып тұр? Осы 1-2 болып тұр, дұрыстап жазып қойын. 1-ден 2-ге дейін болып тұр, және 3-ден 4-ке дейін болып тұр. Хорошо? Жалғастырамыз. Тұрақты температурада газ қысымын 2 есе арттырғанда оның көлемі 40 литрге кеміді. Газдың бастапқы көлемі. Тұрақты температура бізде ол кімнің заңы? Изотерма температура тұрақты, изотерма температура тұрақты болған кезде бізде заң Бойл-Марриот заңы, Бойл-Марриот заңы бізде қандай еді? PV тең PV 1-1 2-2. Осы жерден дағы күмән жаса, газ қысымын 2 есе арттырғанда, қысым 2 есе арттырған, яғни P-ны P десем, V-ны V десем, қысым 2 есе арттырған екінші жағдайда, ал көлемі 40 литрге кемі деген сөз, V минус 40 деген сөз, екі жақта P-ларды қысап тастасам, сол кезде V тең 2V минус 80 болады. Мына не өткізсем, V тең 80 болып тұр ғой, екі жақта да минуспен болады, бірақ олар плюсқа айналып кетіп, сол кезде бастапқы көлемі оның 80 литр деген сөз. Хорошо? Жалғастырамыз. Изохоралық процесс кезінде, изохорада бізде көлем тұрақты, жазып қояйық, V-const деп, Шарль заңы, яғни формула бізде P бөлінген T тең P бөлінген T, 1-1 2-2. Сол кезде изохоралық процесс кезінде газ температурасы арттырғанда қысымы болды. Газдың бастапқы қысымы. В общем, бастапқыда газ қысымы P болған, температурасы С болған. Сол кезде газ қысымы 210 килопаскаль болған.
температура 20% артса 120% болған, ол коэффициент түрінде 1.2 деп жазылады. Осыларды көбейтіп жіберсе, сол кезде 1.2 P тең 210 килопаскаль болады да. Осы жерден P-ны тапсам, 210-ды бөлемін 1.2-ге тең. 175 екен достар. 175 килопаскаль болады екен. 175 килопаскаль белгілейміз. Так, жалғастырамыз. Ауаның температурасы 14 градус Цельсий, ауадағы су буының қысымы 1176 килопаскаль. Ал осы температураға қаныққан бу қысымы 2450 килопаскаль болғандағы ауаның салыстырмалы қаттылығы. Окей, салыстырмалы қаттылық бізде P бөлінген P қаныққан, P бізде 1176 екен, 2450 екен, сол кезде 1176 бөлу 2450 тең болады 0,48 болады екен, яғни 48% деген сөз, окей? 48%. Так, жалғастырамыз. Тереңдігі 25 метр су түбінен су бетіне көтерілген ауа көпіршігінің көлемі, атмосфералық қысым қалыпты процесс изотермалық деді. Окей, изотермалық процесс үшін дейді. Атмосфералық қысым не есептеу керек екен? Тереңдігі 25 метр су түбінен. Окей, енді осы қараңыздар, мен осы 25 метр тереңдіктегі изотерма үшін жазамын, Енді достар қараңыздар, мына жақта оның көлемі осындай болса, V1 болса, мына жақта осындай V2 ұлғайған, Енді достар қараңыздар, судың астында бізде қысымды жазатын болсам, атмосфералық қысым бар P0 и плюс ρ g h деген қысым бар, окей? Ал сыртта тек қана атмосфералық қысым бар. Все, енді осы судың беті және судың асты үшін Менделеев Клапейрон теңдеуін жазамын, Менделеев Клапейрон теңдеуін жазсам болады, немесе достар сразу былай жаза берсем болады екен ғой, Өйтіп жазбай. Процесс изотермалық деп тұр ғой, изотерманың формасы, Боймарев заң формасы қандай бізде достар? PV тең PV ғой. Енді мен достар судың астындағы қысым ол менде P0 плюс ρ g h көбейтілген V1 болып тұр, тең P0 көбейтілген V2 болып тұр. Енді маған сол көлем қанша есе ұлғаятын табу керек қой, V2-ні, V2-ні табу керек. V2-ні тапсам, сол кезде қанша отыр достар, осы жерден V2-ні тапсам, осы P0 плюс ρ g h көбейтілген V1 бөлінген P0 болып тұр ғой. Енді достар, бұлар мәндерін орнына қояйыншы. P0 деген атмосфералық қысым, оны бәріміз білеміз, ол бізде 100 мың деген сөз достар, атмосфералық қысым. Плюс ρ g h, судың тығыздығы ρ 1000 ғой, G деген 10 ғой, H деген 25 екен, окей? Осыны V1 деп қояқ, бөлінген 100 мың, яғни атмосфералық қысым, P0 деген. Так, енді 100 мыңға, миллион кетті, 100 мың қосу 25 тең бөлу 100 мың. 3,5 екен достар. Яғни V2 бізде 3.5, V1 шықты да. Яғни не деген сөз бұл достар? 3 есе ұлғаяды деген сөз ғой, 3 есе ұлғаяды, немесе 250%-ке көлем ұлғайып кетеді екен, яғни 3.5 деген 350% деген сөз ғой. Бастапқыда 100% болса, яғни қанша пайызға артқан? 250%-ға артқан. Ал есе болса 3.5 есе артты деген сөз. Түсіндіңіздер деген үмітпен жалғастырамыз достар. Жалғастырамыз. Кеседе қаныққан су буы тығыздығының температурадан тәуелділігі берілген. Температурасы 18 градус Цельсий, ауаның 1 метр кубте 8-5 грамм су буы болса, бөлмелік ауаның салыстырмалы қаттылығы. Окей. Салыстырмалы қаттылық бізде ρ бөлінген ρ қаныққан, енді не дейді? Кеседе қаныққан су буы тығыздығы. Мынау қаныққан су буы екен. 18 дей ма? Бізде 18-дегі мәнін аламыз достар. Яғни қаныққанға 15.4 деймді. Ал енді мынау қанықпаған ρ-ны табу керек, оны табу үшін масса бөлінген көлем деймін. Масса менде 8.5 екен. 8.5, мына точка, бөлінген 1 екен, сол кезде 8.5 грамм бөлінген метр куб шығады достар. И мынау менде грамм бөлінген метр куб, бұны ешкімге айналдырып керек емес достар, окей? 8.5 болады. Сол кезде 8.5-ті бөлемін 15.4-ке тең. 0,55 дейді достар, 0,55, 0,55. Яғни 55% деген сөз ғой достар, 55% деген сөз, окей? Жалғастырамыз осыны. Идеал газ изобаралық түрде сығылғанда температурасы 240 кельвинге, ал көлемі 1,4 есе өзгереді. Егер газдың қысымы өзгермеген болса, оның бастапқы температурасы. Қысым өзгермесе достар, бізде ол P constant Гей-Люсак заңы деген сөз, Гей-Люсак заңы бізде V1 бөлінген T1 тең V2 бөлінген T2. Идеал газ сығылғанда 240 кельвинге сығылғанда температура 240 кельвинге, ал көлемі 1,5 есе өзгереді.
сығылғанда да, демек көлем қысқарады деген сөз ғой. Көлем қысқарса не қысқартпаға, демек охлаждение болған ол жерде. Достар, демек мына жерден түсінгеніміз бойынша V2 деген бізде сығылған десе, яғни V1 дегеніміз достар бізде ол V2 дегеніміз ол не болып кетті. V2 дегеніміз яғни V1 бөлінген 1.4 болып тұр да, ал T2 дегеніміз достар T1 минус 240 болып тұр ше, окей? Изобаралге өзгереді деп тұр ғой, яғни температура кеміген ғой, өйткені сығылған кезде қысым керек қой, неге артпаған, потому что охлаждение болып жатыр, все, мәндерін қоямыз енді. V1 бөлінген T1 тең V2-ге V1 бөлінген 1.4 деймін да, T2-ның орнына достар жазамын T1 минус 240 деп ше. Енді екі жақта V1-лерді қысқартсам, жақсан ашам енді. T1 тең 1.4 T1 минус 1.4 көбейтілген 240. Мұнан не өткізсем, сол кезде 0.4 T1 тең 1.4 көбейтілген 240 болса, осы жерден T1 тапсам, 1.4 көбейтілген 240 бөлі 0.4 тең 740. 740 кельвин болып тұр. 740 кельвинді белгілейміз, окей? Алғаш температура 740 кельвин болған. Жалғастырамыз. Газ көлемі 12 литр көлемді алып тұрды. Оны тұрақты қысымда 45 кельвинге қыздырғанда, 45 кельвинге қыздырды десе, T2 тең T1 плюс 45 деген сөз достар, тұрақты қысымда деп тұрма, демек бұл бізде неге меңзеп тұр деген сөз? Изобара Гей-Люсак заңына, газдың бастапқы температурасы все. Гей-Люсак заң бізде ол V1 бөлінген T1 тең V2 бөлінген T2. Мәндерін орнына қойсам, V1 деген бізде 12 бөлінген T1 деген T1. V2 деген 15, T2 деген T1 плюс 45, Все жақшан ашсам, енді 15 T1 тең 12 T1 плюс 12 көбейтілген 45 болып тұр, Осы жерден енді есептесем, мұнан не өткізсем, минус өтіп, 12-ні айсам 3 болады, 3 T1 тең 12 көбейтілген 45, сол кезде 45-ті көбейтілген 4-ке, 180. Алғашқы температурасы қанша болған екен? 180 Кельвин болған екен. Жалғастырамыз. Төмендегі графиктің изотермалық процеске сәйкес келетін бөлігі. Так, Т график бар ма? Демек бізге Т-ға перпендикуляр болатын. Ол бізде изотерма 1-ден 2-ге өткен аралық болып тұр, Осы аралық қана изотерма болып тұр. Окей? Так, жалғастырамыз. Төмендегі графиктің изобаралық процеске сәйкес келетін. Изобара бізде П бар ма? Демек соған перпендикуляр, Осы бізде изобара деген сөз, окей? Бір мол идеал газдың алдымен изохорал қыздырып, одан кейін изотермал ұлғайтады. Осы процеске сәйкес келетін сурет. Бір мол идеал газдың алдымен изохорал қыздырып. Изохорал қыздырып деген сөз, яғни мынау график емес, мынау график емес, біреу ғана болып тұр екен, достар, мынау изохорал қыздырған, сосын одан кейін изотермал ұлғайды дейді, изотермал. Сәйкес келген болды мынау. Дұрыс жауап шықпай қалды. Бір мол идеал газ алдымен изохорал қыздырып. Изохорал қыздыру тек қана бізде мына бірінші болып тұр, изначально. Солай ғой? Немесе мынау болып тұр. Мына жерден алсақ, осы болуы мүмкін. Мынау изотерма болмайды бұл. Одан кейін изотермал ұлғайтады. Изотермал ұлғайтып жатыр, Изотермал ұлғайтып жатыр. Мынау бізде достар, мынау график болу керек та, бірақ мына жерден бастап лайна кеткен графиктер болу керек ше, окей? Осындай стрелкамен болған кезде осы графикті белгілейтін еді, біз бірақ жер қателесіп кеткен ғой, окей? Мынау бізде мүлде дұрыс емес, мынандай бізде вообще изопроцесс жоқ, ВТ графигінде. Сол себепті мына кішкене қателесіп кеткен графикті, окей? Мынандай сызық болу керек. Бағыты да осылай кеткен болу керек деп, осыны отмечать етіп қоя саламыз, хорошо? Жалғастырамыз. Төмендегі графиктің изохоралық процеске сәйкес келетін бөлігі. Изохоралық процесс Т графигінде бізде нөлді басып өтетін түзулер, ол бізде тек қана 1 болып тұр, хорошо? Жалғастырамыз. Температурасы 57 градус Цельсий, партиялық қысымы 14 килопаскаль ауа буының абсолют ылғалдығын анықтаңыз. Абсолют ылғалдылық деген достар бізде ол тығыздық, соны ұмытпау керек, окей? Салыстырмалы ылғалдылықпен шатастырмау керек. Формуласы PV тең масса бөлінген молярлық масса көбейтілген RT, осы жерден массаны мен былай ашсам болады ғой? М тең ρV деп, Осы ρV мына жерге әкеп қойсам, V мен V қысқарады. Қандай формула қалады? P тең ρ RT бөлінген молярлық масса қалады, Осы жерден ρ-ны тапсам, PM бөлінген
r t бола салады. P деген бізде 14 10-ның 3 дәрежесі, m деген бізде ол 18 10-ның минус 3 дәрежесі, r деген 8.31, көбейтілген t деген температура 57 градус Цельсий. Достар, ұмытпаймыз, 273-ке қосып кельвинге айналдырамыз, сол кезде 330 екен, иә. Мына екеуі қысқарып, сол кезде 14 көбейту 18 тең бөлу қанша? 8.31 бөлу 330 тең. Опа. 0092 дейді достар, 0092. 0,092. Осындай бір газ шығып тұр да, окей? Тығыздық осындай бір газ шығады екен. Жалғастырамын. Психрометр ылғалды термометрдің 8 градус Цельсийда, ал құрғағы 14 градус Цельсий көрсетіп тұр. Ауаның салыстырмалы ылғалдығы. Демек, достар, құрғақ термометрін көрсетуге, 14 отметка қоямыз да. Не жерде не деп тұр? Екеуінің айырмасы деп тұр ғой, құрғақ және ылғал термометрін көрсетуге айырымы. Бізде ылғал 8-ді, құрғақ 14 көрсетсе, бұлардың айырмасы қанша болады? 6 болады ма? 6 отметка қойып, екеуінің қиылысына қараймыз. Екеуінің қиылысы бізде 42, иә. Демек, осы бөлменің салыстырмалы ылғалдылығы 42% деген сөз. Хорошо? Жалғастырамыз. Бітті достар. Достар, олай болса сау болыңыздар. Біз қазір кезекті нұсқамызды тағы Эдукон кітаптарының изопроцессорға байланысты арналған тесттарын талқылайтын боламыз. Сау болыңыздар достар.